Сәлем достар, қайырлы күн, баршаңызға сәлем. Қалайсыздар? Бүгінгі жасайтын тағамымыз гренки деп аталады, яғни тіске басар. Оған мынадай нанымызды турап алдық, және 4 штук жұмыртқамызды осылай шағып алдық. Тәттіні жақсы көретіндер болса, үстіне кішкене ғана кішкентай қасықтың жартысымен құмшекер сеуіп алады. Ал бұлай тәтті жегілеріңіз келмесе, кішкене тұз қосып аласыздар. Шай қасықтың ұшымен тұз қосып аласыздар. Сөйтіп жақсылап араластырып, осыны майға қуырып алатын боламыз. Жасалу жолын бәрін көрсетем. Өте оңай, шайға жақсы тіске басар. Мен кішкене тұз сеуіп алдым үстіне, тәттіні жақсы көрмейтін болатын. Кішкене жұмыртқамыздың дәмін келтірейік деп, осылай тұз сеуіп алып, осылай жақсылап араластырамыз. Тапамызға майымызды қыздырып, нанымызды батырып алып, қуырып алатын боламыз. Некей достар, майымыз да қызды. Біздің осылай тапаға майымызды алдын ала қыздырып қойып, нанымызды осылай екі жағын араластырып жұмыртқамызға саламыз дағыны. Өйстіп, тапамызға салып жібереміз. Нанымызды да өйстіп, екі жағын жұмыртқаға батырып алып, осылай тапамызға салып қуыратын боламыз. Екі жағын қуыратын боламыз. Мына жағы піскеннен кейін, бұлай екі жағын қуырып пісіріп аласыздар. Қазір барлығын пісіріп болғаннан кейін, дастархан басында ыдысқа салып көрсететін боламын. Некей достар, жұмыртқаға батырып пісірген нанымыз да дайын болды. Өте ыстық, өте жұмсақ. Жаңа пісірген ыстық нанды тез жеп қоясыздар ғой. Ал бір күн тұрып қалған нанды осылай жегілеріңіз келмей жүргенде, өйстіп жұмыртқаға батырып 5-тің шайына дайындасаңыздар, өте жақсы болады. Жұмсақ, ыстық, жақсы жеуге ыңғайлы. Әдемі болып пісіп шықты. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Біздің видео ұнаса достар, лайк басып, комментарий жазып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.